Ассалаумағалейкум, құрметті жылқы сүйер қауым. Мен TikTok желісіне мынау тай, байтал барлығын үйірге салып қысырақ. Міне мынау біздің өткен жылдың қысырағы, осы жылдың қысырағы десем, көпшіліктің бір сұрағы қысырақ деген не? Енді біздің жақта, біздің мекенде біз оны қысырақ дейміз. Қысырақ деген не? Ол қысыр деген сөзден шыққан жас тай, байтал, қысыр малынан құралған үйір, біз оны қысырақ деп айтамыз. Енді бір жерде мүмкін басқаша деп айтады шығар, енді мен білмедім. Енді әр жердің салты басқа, иті қара қасқа деген сияқты қазақ. Енді сіздер жақта қалай айтатын болсаңыздар, басқаша болса комментарийға жазып кетіңіз, біліп отырайық, көріп отырайық. Қазіргі уақытта мінекей бұл біздің тапал қараның үйірі, қысырақ байталдар. Осы жылы бір жарым ай бұрын салынған ғой. Мінекей. Бұның ішінде жирені де бар, торысы бар, қарасы бар. Сол тапал қара не өзі шетінде жүр. Өзі тапал болғанмен жалпақ. Рух деген енді ұрып тұр. Жас болса да сақайғырлардың өзіне бой бермейді. Үйірін ұршықтай ұстайды ғой, иіріп тұрып. Сол енді бұл қысырақпен бізде анандай бас ауырту мәселе, бұның үйірін іздеу, байтал бөлініп кету деген мүлдем болған емес. Бұны біз байталдарын бөлдік, 3-4 күн үйді ұстадық. Сосын бір жұмадай күндіз шығарамыз, түнде қамаймыз. Сосын жібере салдық. Міне Аллаға шүкір, осы күнге дейін міне ие болып кетті, өзі жақсы, әдемі. Енді бұл енді өзі емін еркін. Әне біздің мынау Аршалының таулары ғой. Сол таулардың ішіне кіреді, сонда жайылады. Таңертең міне құдыққа, мына құдықта бізде бұрын основной табын дейміз ғой. Бұл жылқының барлығы осында болатын. Бірақ осы жердің жайылымы кішкене жүдеп кеткесін, біз жылқыны бұл жерден алыстатып тастадық. Бұл жерде бізде де қысырақтар, әне 1 үйір, 2 үйір, 3 үйір, ана жерде әне 4 үйір, ар жағынан әне шаңдатып 5-ші үйір келетір. Әне бұл бірыңғай қысырақтар. Бұл жақта өздері үйреніп, сосын жылқыға үлкен табынға қосып жібереміз. Сол ар жағында не сауріктер барлығы жүр. Енді бұл сол тапал қара осылай міне өзі келеді, емін еркін, суын ішеді. Сол баратын жеріне барады, өзі короче сам по себе, ешкімнің қанын ішпейді. Сондай өзі әдемі. Сол енді, ал сіздер жақта қысырақты қалай